Берме балалар. Қол үшін. Сабағымызды бастамас үшін алдымен психологиялық ахуалды сабалайық. Келе ғой, Асылжан, келе ғой. Қазір бір топпен бірге қимыл жасаймыз, иә? Келе амандасамыз. Құшақтаса. Қауіпсіздік сабағымыздың тақырыбы табиғатта өзін қорғау ережелерімен танысамыз. Орман және дала алқаптарында жанып жатқан сіріңке мен темекі тұқылын тастауға тыйым салынады. Болған кезде өрт қауіпсіздігі ережелерін сақтаңыз. Өрттің өте қауіпті Кешке өртімізді өшіріп кетуіміз керек. Кейде біз бұтақтарды сындырып, тағы да басқа улы саналы қуалықтарды таныс емес жидектерді алуға болады. Өзін ұстау ережесінің бірі, яғни егер де орманда достармен ойнап жүрген кезде бір қауіпті аңды немесе басқа да бір заттарды көріп қалған кезде оған тиіспеу қажет. Өйткені ол бізге улы болуы мүмкін, қауіпті болуы мүмкін. Тақырыбымыз менің ертеңім болып табылады. Қалай ойлайсыңдар? Патриот дегеніміз не? Патриот дегеніміз не? Ең жақсы көретін адам. Жарайсың. Патриот деген ол елімізді сүйе білу керек. Құрастырып, не бейнеленген табу керек, соған байланысты сұрақтар беріледі. Бірінші болыпты, бұл суретіне бейнеленген карта, Қазақстанның картасы екен. Даниял не берілген? Қазақстанның туы. Қазақстанның туының авторын білесіңдер ме? Мына топта не берілген? Бұл кім? Қасым-Жомарт Тоқаев. Ол қаладағы әмзатты шығарады, өз елімізге қарап отырады, басқарады. Елімізге әртүрлі заттар шығарады. Ол өзі заңдық не? Оған айтамыз, ол біздің елімізде. Бізде бәрі жақсы болатынын көріп, әйтпесе президент болмаса, бізде барлығы бұзып, мысалы, химиялар басқа қылып жүреді. Мына топта не берілген? Елтаңбады. Гер. Не десе керек? Қазақстан екенімізді білу үшін сол керек. Жақсы, бұл келесі бізде интеллектуалды ойын. Тақтаға бір оқудан шығып, жалпы Қазақстан туралы сұрақтарға жауап береді. Қазақстан тәуелсіздік алған жыл дейді. Қай жылы тәуелсіздік алды? Дұрыс. Жер көлемі жағынан Қазақстан дүние жүзі бойынша нешінші орында? Дұрыс. Қазақстанның тұңғыш ғарышкері кім? Қазақстанның келесі балалар бізде сергіту сәтті. Сіздерге компьютер атып беремін, осы туды алып, бірге
біздің жақсы көретін, отаны үшін бәріне баратын адамдар. Видеоға қарап, мамандықтарды табатын боламыз. Балалар, бүгін біз мамандықтар жайлы жұмбақтарды шешеміз. Құрылысшы. Жатқаныңда қарасаң, ақ халатты Енді сабақты қорытындылау мақсатында кері байланыс жасаймыз. Бағдаршам әдісі. 4 топтан шығады Асылжан, Нұрай, және Рәбия шығады. Жарайсыңдар, орындарыңа отыра қой.